келесі бізде Ford Explorer. Бұл 2016-17 жылғы 2.3 куб турбированный мотормен 4 ВД 7 орын. Керемет, настоящий американский сборка. R20 диск резинасының қалдығы 90%. Мокрый асфальт түсте. Кузовта ешқандай замечание жоқ. Кузовы тап-таза, толықтай заводской окраста. Бұл limited комплектациясы, яғни толық комплектация болып есептеледі. Мұнда міне бесключевой доступ бар, ассистент зонд. 2016 бирка бойынша таза. Полный электропакет, память сидений, 3 адамға арналған. Керемет, қара кожаный салонда люк бар. Екінші қатар 3 орын, және соңында тағы 3-ші қатарда тағы 2 орын бар. Керемет, көлігіміз 167 000 километр жүрген екен. Көлігіміз заводской пробег, технический жағдай өте керемет. Полный мультируль, коробкасы, ходовкілері барлығы өте жақсы жасап тұр. Ойдағыдай міне. Мультируліміз, круиз контроль барлығы бар. Ортада үлкен мониторымыз, коробкамыз. Мягкий өте жақсы жасап тұр. Міне артың көрінісіміз, алдыңғы артыңғы парктрониктар жұмыс жасайды. Мұнда обогрев және обдув сидений бар. Орындықты ысыту, салқындату, климат контрольді басқару. Таудан түсетін батырмамыз. Яғни бұл 4 ВД өзі. Керемет, алдың панельдер тап-таза. Люк. Осындай сапалы жақсы поликтар қойылған екен көлігімізде. Екінші қатар бізде 3 орын. Деревянный стақпілер. Дверной карталар таза. Екінші қатар жиналады осылай қолдан. Және мұнда арқасында 3-ші қатар бар. 3-ші қатарды кнопкамен көтеріп түсіруге болады. Міне панорамасы да бар еще. Астынан көрсетіп кетейік, ашып. Керемет. Артыңғы парктрониктарымыз бар. Асы жақтар биік, жақсы, таза. Камера, артқы камерамыз бар, және багаждегіміз электроприводный, яғни кнопканың көмегімен ашып жабылады. Осындай жақсы сапалы кілемшелер төселген. Тап-таза, міне салоны барлығы өте жақсы қаралған. Міне 3-ші қатарды осы арт жақтан жинап түсіруге болады. Міне 3-ші қатарымыз қазір ашылып жатыр. Кілемдерін бәрін алып тастап, 3-ші қатарды қалағанша істеп алсаңыз болады. Барлығы ойдағыдай жасап тұр. Жалпы техникалық жағдай өте керемет көліктің. Капоттың астын көрсетіп кетейін. Алдыңғы парктрониктарымыз бар. Алдыңғы камерасы. Капоттың астын көрсетіп кетейін. Капотымыздың асты, алдыңғы болттарымыз бұралмаған, заводский биркісі бойынша 2.3 куб моторы. Эко-болт деген мотор, бұл экономичный болады, өте жақсы, барлығы жақсы жасап ойдағыдай. Жалпы техникалық жағдай өте жақсы. Толықтай заводской окраста, қызықтырса хабарласыңыздар, бүгінгі аукциондағы Explorer көлігіміз.